Барлығына салам достар, сендермен бірге как обычно мен Духа. Достар, тақырыптан байқап тұрғандарындай, бүгінгі видеода бізде Астана серверінде путь бомжа, яғни бомж жолының 3-ші сериясы. Достар, осы видеоға да әдемі актив жинап кетейік, келесі видеода сіздерге керемет сюрприз дайындап қоятын боламын. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз. Ал достар, көріп тұрғандарыңыздай, бізде МП, яғни мероприятияға, админдар ашқан мероприятияға кірдік. Мында, дробовикпен адамдарды атып жатыр. Енді мен целім осы жақты ұтып кетсем, нормальный ақша жинап кетем деген оймен кірдім. И давай. Мен алдыңға видеода жинаған 200 мың рубльдардың барлығын казикқа қадап тастаған болатынмын. И дальше енді вообще казикқа бармаймын деп өзіме уәде беріп, осылай фармить етем деп ойлап жүрмін. Енді бізде X3 скоро басталады, себебі бүгін бізде Black Russiaның 6 жылдығы, яғни туған күні уже болып бастады. И сондықтан осылай мероприятиялар көп болады, және де әдемі квесттер, әдемі кейстер беретін болады. Так что достар, осылай мен МП-ға кіріп, өзім хотя бы көңілімді көтеріп, нормальный осы Астана серверінде нормальный дамып кетем деген оймен кірдім, Енді қазір дальше осы МП-ны өтіп кетсек, мына қарасаңыздар, ауыз деген көпіріп жатыр. Мынау адамдар қайта атсам келмей жатыр, жоқтығы. Так что қаша берген дұрыс секілді. Давай дейміз да. И мұны ойбай, вообще авка біреуді өлтір кетейік хотя бы дегенде. Мұнан атайық, мынау бомж жаққа да келе тұр ғой. Сон, біреу өлтіріп тастады оны. И дальше біз все біреуін өлтірдік. И только 3 ғана қалды. Өлтіреміз, и все, біреу кетті. И өзімде де 0 хп қалдық. Енді мына екеуі қазір қырылысатын болады. И білет түсірем. Давай, атамыз. Давай, последний қалды. Давай, қат қалған есеу. Әлі тегіз алмай отырған, телефон қатып қалады. Давай, атамыз. Тағы атамыз. И все, достар, бізде мероприятияны алып кеттік 0 хп-мен. Вообще easy бабки, осы мероприятияны алып кеттік. Ал достар, көріп тұрғандарындай, осы бізде осындай квест ашылған болатын, яғни осы Black Russiaның 6 жылдығына орай осындай бізде квест ашылды. Енді осы квест алдыңғы дядя Михайловичтің заданиесінің дальше немесі ғой, жалғасы. Бірақ мұнда ключтарға анамнау, көлік анамнау деген нәрсе жоқ. Чисто ключ соңында бере ма бір нәрсе екен. Сесть автомобиль, отправиться к автобусчику. Автомобильға отырамыз и дальше автоугонщикқа қарай баратын боламыз. Енді достар, мен сіздерге бұлардың барлығы қызық болмайды, так что мен тезірек өткізе саламын деп шештім. Квесттің ортасына келдік, мен сіздерге қазір сквашпен қоя салатын боламын.
Короче, ревардқа кірдім достар, мында уже қатып жатыр ғой, телефон деген уже кетіп жатыр қатып. Мында кейстар беріп жатыр, еще андай бір 24 часқа беретін автокейс деген секілді заттарды маған беріп жатыр. Қазір осылардың барлығын сіздердің көздеріңізше ашатын боламыз. Бірақ менде кейбір видеолар ашылмай қалған секілді, потому что олар анау монтажға келген кезде сәл қатып қалады. Себебі менде айфонда ондай қатты нәрселер көтерілмейді. Так что достар, ренжіместердің ойдамын, кейбір кейстарды аша алмай қалатын болсам. И біздің балик уже 170.076 рубль. Енді бізде осылай дальше ақша жинаймыз. Мына жақтан еще беріп жатыр кейс помжа. Міне қараңыздаршы, дальше қатып жатыр ғой. Қазір мен ар жаққа барамын да кейстарды может ашып көретін боламыз. Бірақ сіздерге ол қызық емес деп ойлаймын. Себебі ол бізде 24 сағатқа ғана беретін заттардың бірі. Бірақ енді қызық болатын болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Келесі видеода может сол кезді қосып жүретін боламын. Бірақ мында уже мен ежедневный кейстарды ашып жүретін шығам. Себебі сәл андай заттар керек, маған да ақша керек деген секілді сондай заттарды ашып жатырмыз. И мында көріп тұрғандарыңызда кейстарды беріп жатыр. Енді сіздердің көңілдеріңізді қалап осы кейс билетами гонщика дегендерді ашып тастайтын боламын сіздердің көздеріңізше. И бізге кейс түсті, андай золотой ма қандай, билет гонщика X1 дейді. Нормально, по идее, мен ойымша нормально, бірақ енді өмірінде бұндай ашып көрмегендіктен жарайды, нормально секілді. И дальше іздейміз кейс билетами и басып жібереміз, тағы билет сол түсті. Енді жарайды, ештеңе етпес. Так, забрать дегенді басамыз. Еще енді мында лимит кейс, яғни автокейс 24 сағатқа берілетін кейсті қазір ашып жүретін боламыз. Енді мен ойлағам ғой, негізі мынау тегін берілетін кейстер ма десем, бұл оказывается просто андай кейс екен. Қалай айтсам болады, 24 сағатқа берілетін. И бізге осындай Grand Prix бір көлік түсті. Cherokee, я тоже 1993 жылға Cherokee түсті. И последний кейстарымыз қалды. Автокейс, короче, мында көп неме, қалай айтсам болады, короче, көп көліктер. И бізде фиолетовыйдан түсті, Lamborghini, қалай Ревентон бізге түсті. Енді бұлардың барлығы бізге 24 сағатқа. Енді қазір кейс помжа ашып жіберетін боламыз. Так, открыть дегенде басамыз. Давай, бізге 15-ка түсті. Бұл 15-каны скоро біз госқа сливать етеміз де дальше ақшамызды жинайтын боламыз. Қазір ревардқа кіреміз. Мында Ревентон берді, Cherokee берді. По идее, билет гонщиктарды алып алайық. И қазір тоже 15-каны аламыз да бәрін госқа сливать етіп тастайтын боламыз. Открытияда ұстаған 555-395 деген немемді 150 мың рубльға сатайын деп жатсам, мынау оказывается скам екен. Яғни Влад Гулидов деген бір скамер маған осылай қазір, по идее, не қараңыздар, негізі 150 мың рубль қою керек болған, ал бірақ что-то қайтсам болады. Так, қазір әлі қойып тұрған жоқ. Так, тағы күтеміз. Все, 1500 рубль қой жерді, бірақ біз бұған сатып жермейтін боламыз. Себебі договор бойынша 150 мың рубль, ал бұл бізді скам еткісі келді. Біз сразу тайм жасап аламыз, бұны біз форумға лақтыратын боламыз. Әзер очередті күтіп, мына жаққа мен келдім. Яғни мында уже неме ашып жатырмын. Қалай айтсам болады, ашып жатырмын дегенде МЧС-қа кіріп алдым. Біз уже 5-ші уровенбіз Астана серверінде и еще Тұран семьясындамыз. Енді қазір дальше осы пахат етіп 390 мың рубль бар, дальше пахат етіп көретін боламыз. И ары қарай не болатынын көре бересіздер. Яғни дальше больше деген әңгіме ғой. Бұл мына жақта айтып жатыр, напарнигіме ты руль, әйтпесе, короче, напарникқа желание жоқ. Руля десем, короче, біртүрлі сіздерге дұрыс видео түсірамай қалаймын, бір жағынан ыңғайсыз болады өзіме де. И, короче, біз дальше заказ іздеуге кеттік. Ал енді дальше больше заказымызды жасаймыз.